Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. 2022 жылы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Қазақтың рухани көсемі атанған Алашты ардақтысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына биыл 150 жыл толып отыр. Осыған орай Баймырза ауылдық модельді кітапханасы ұлт ұстазы челленджін бастады. Ұлтын керек қылып, халыққа қызмет қыламын деген қазақ балалары қазақ жұмысына қолынан келгенше қарап тұрмай кірісіп, істей берсе, ұлт жұмысы ұлғайып толықпақшы. Челленджді Баймырза ауылдық модельді кітапханасының оқырмандарына жолдаймын. Қабыл алыңыздар. Қазақтың бас адамдары, әуелі сіздер адаспаңыздар. Адаспас үшін ақылдасып, ойланып, ынтымақпен іс етіңдер. Білімді болуға оқу, бай болуға кәсіп, күшті болуға бірлік керек. Жұрт жұмысын істеу біздің қазақ балаларының әдетінде жоқ. Ойынымыз көп, әрекетіміз аз.